Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осылай үй жағдайында дайындалатын қолдың табиғи айранын рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осындай таза кастрюльіміз керек болады, сүзгішіміз керек болады. Сүтімізді осылай сүзгіштен өткізіп аламыз. Қосымша марлыны қолдандым, себебі сүтте қоқымдар болса сүзгінің тесігінен өтіп кетпесін деген мақсатпен қолданған болатынмын. Және сүзіп алған сүтімізді газға қойып пісіріп аламыз. Сүтіміз қайнағаннан кейін астын басып 15-20 минуттай сапырып пісіріп аласыздар. Одан көп пісірсеңіздер соғұрлым жақсы айрандарыңыз қою болуына көмектеседі. Осылай піскен сүтімізді суытып аламыз. 37-38 градус болу керек, қол күймейтіндей. Осылай мен активия йогуртын пайдаландым ұйытқы ретінде. Жылы сүтімізге ұйытқымызды ақырындап құйып, жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде қаймақты алмадым, ол айранның дәмді, майлы болуына көмектеседі. Осылай ұйытқы құйғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Және бетін жауып, жылы сүлгімен немесе басқа затпен орап, жылы жерге 5-6 сағатқа қалдырамыз. Бұны орағаннан кейін қозғауға болмайды. Сонымен 5-6 сағат өтті, біздің айранымыз дайын, жақсы қою болып ұйыған екен. Енді оны біз 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз, суып жақсы болу үшін. Сонымен айранымыз дайын, оны араластырып, ары қарай отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Осылай үй жағдайында қолдың айранын жасап көріңіздер. Ас болсын, менің арнамды қолдап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.